Саламатсыздар ма, менің құрметті гүлсүйгіш достарым. Енді сіздерге мынау ранункулус деген лютик деп айтады. Лютик гүлін егіп көрсеткім келіп отыр. Дұрыс болса оны айтыңыздар, қатесі болса оны айтыңыздар. Жаңа обедте қайта осы ранункулусты сатып алып келдім. Енді бұны суға салып қою керек дейді. Суға салып, міне қазір ісініп тұр. Мынандай болып ісініп тұрады. Өзі мынандай аяқтары көп тұрбиған осындай екен. Өзі қызық гүл, бірақ гүлі керім. Енді атқанда гүлі де керім, бәрі де керім. Енді осы гүлді өсіріп, сіздермен бірге өсіріп көрейін деп отырмын. Мына суға салып қойдым. Бір 2 сағатқа 3 сағатқа суға салып қою керек. Жаңа түс қайта салдым, содан бері тұр, мынау ісініп. Енді мына су неге мутный деп ойлап тұрған барсыздар. Бұған мен карневин қостым. Карневинді енді бұрыннан айтылып жүр. Карневин стимулятор, жаңағы тамыр беруге жақсы деп, мен осы көп жаңадан еккен алма ағаштары, плодовые деревья, жаңағы соларға осы карневин қосам. Бәріне де бастап еккен гүлдерімнің бәріне карневин қосам. Карневин тамырына өте жақсы көмектеседі. Енді осы мына лютикті бүйтіп төмен қарай қаратып егу керек екен. Төмен қарай қаратып, мына точек ростысын жаппау керек дейді. Енді бұрын өсіріп көрген жоқым, үйреніп жатырмын. Мына жоғарысынан шығады, мына аяқтарының бәрі төмен қарап тұру керек. Так, топырағымыз обычный цветочный жаңағы грунт, кәдімгі. Соған мен вермикулит қостым, чтобы легкий болып тұру үшін. Бүйтіп трамбовать етіп керек емес дейді, басып. Ондайдың қажет жоқ дейді. Енді осы лютикті үстін жаппаймыз, мынандай етіп. Наверное, отсейін. Мынандай қылып егу керек. Аздап көрініп тұр ма? Өйстіп, егіп, тепличкаға салып қойғым келіп тұр. Менің өзім кішкентай тепличкам бар. Соған салып қою керек. Әзірлеп алдым. Міне. Естіп, егеміз. Енді шығып кетсін деп тілейміз. Себебі бұның гүлі әдемі екен. Роза сияқты ма, пион сияқты ма, сондайға келеді. Гүлі өте әдемі. Осының ішінде 4 ма, 5 ма бар. Соны сіздермен бірге егіп көрейік. Тепличкама салам, қазір көрсетем. Бұл негізі сыртта да можно, үйге де можно дейді өсіруге. Сыртқа да болады, үйге де болады. Қыста қыстамайды. Қазып алу керек дейді. Көреміз енді, қазір бұны мен бұлай отырғызып алайын, әуелі өсіріп алайын. Бұрын өсіріп көрген жоқпын. Сосын барып тағы кішкентай бар еді. Міне. Қазір числосын жазып қойып қоямыз. Осы суымды қазір құям. Сосын тепличкеге саламыз. Так.
Енді екеуі қалды. Қазір сіздерге тепличкамды көрсетем. Бірін орысша, бірін қазақша айтып атамыз. Бірақ өзіміз таза қазақпыз. Мынау тіл жөнінде жазып атқан қыз ба, еркек ба, әйел ма, мен түсінбей отырмын. Бұндай гүлге қатысыңыз жоқ болса, видеоны қарамай қоюға болады. Әркім өзінше өз еркімен өмір сүреді. Так, мынау менің тепличкам. Мен өйстіп саламын да осы тепличкаға салып қоям. Алдында катарантус гүлін көрсеттім, сіздерге гүлдеп жатыр деп. Мен соның верхушкасын кесіп алдым да, жоғарғы жағын кесіп алдым да, гүлін алып тастадым да, міне мынандай қылып өзімше черенковать етіп қойдым. 8 май күні. 8 май күні істеп қойып едім, үстінен 2 жапырақ шығып тұр. Катарантус 8 май, бүгін 15-ме, бір аптада міне 2 жапырақ шықты. Сосын фикусымды тоже, Бенджамин фикусымды да салып қойдым. Өсіп кетсе, өсіп кетер. Мынау жаңағы катарантус, шетте тұрған. Так, мынау бір гүл, бұның да бір историясы бар. Так, вьющие цветы деп жазып қойдым. Дядя Миша деген кісіден алдым, көріп отырса айтар, 14-те кеше бұны салып қойған. Міне кеше салсам, бүгін мынандай болып тұр. Жапырағы почкасынан шығып тұр, бірақ тамыр шықса жақсы бар еді. Негізі үлкен бір несін алдым. Постоянно мостының үстінен өтсем, жаңағы дачный нелер, үйлер, соның үстінде үйде мынау прямо вьющий болып, байланып күшті болып өсіп тұрады да, оранжевый гүл береді. Мен соны постоянно қызығып қараймын да, жаңағы қалай алсам екен атроскасын деп ойланып жүрдім да, соны жолда кетіп жатқанда ерінбей сол кісіге соқтым, жаңағы кісіге. Соны соқсам, дядя Миша деген үлкен кісі екен. Соны айттым, жаңағы жайымды, осы гүліңізді ұнатып жүрмін, атроскасын сатыңыз маған деп. Содан осы кісі маған тауып берді. Сыртқа егіп қойға. Сыртқа егіп қойдым да, сосын верхушкасын мен жоғары жағын кесіп алдым да, жоғарысын үйге әкеліп мынандай қылып тепличкаға салып қойдым. А сыртта тұрған қалған жартысы ұзын, енді байланатын вьющий ғой, енді шырмау қалған сыртта тұр. Ода енді ешқандай движение жоқ, пока тұр, өскен жоқ, еткен жоқ. Мынаны мынандай қылып салып қойдым. Енді кеше салсам, бүгін мынандай жапырақ беріп тұр. Енді алып кетсе жақсы болар еді деп ойлап отырмын, енді өсіп кетсе. Оранжевый гүлдері бар, әдемі. Енді өйстіп салып қойдым бұны. Атын да білмеймін. Гүлін ашып, жапырағын беріп жақсы нетсе, мен сіздерге көрсетерім. Енді көмекті сіздерден сұраймын. Қандай гүл екенін, ал қазір айту қиын. Не гүл екенін өзім де білмеймін, ол кісі де білмейді. Көптен бері өсет дейді менде. Міне өйстіп мен тепличкама салып қоям. Мынау енді тутовник, шелковица. Оның да әлгі обрезкаларын аламыз ғой, енді қиямыз. Соны алдым да мен салып қойдым. Бұның да. Бұл да өсе берсін, мына жаңа карневен. Өйстіп тепличкама толтырып сала берем. Гүлдерімді өйстіп өсіре берем. Өскені өсет, өспегені қалады, эксперимент жасай берем. Сау саламатта болыңыздар, заман тыныш болсын, амандық болсын, жақсылықтар бола берсін. Пока-пока.